Сәлем достар, бүгін біз тапсырыс берген товарымызды қалай бақылаймыз. Соның екінші жолын көрсеткім келіп тұр. Міне, ол үшін тренделға кірдік, есебімді басамыз. Және жоғар жақта ең бірінші батырманы басамыз. Және де ол жерде сіздің тапсырыс берген барлық товарларыңыздың тізімі шығады. Яғни картинадағы өзіңіздің тапсырыс берген товарларыңыз шығады. Қазір міне менің соңғы ең бірінші тапсырыс берген затым міне 7 май күні 22 жыл. Міне мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Небәрі 10 тапсырыс, 10 затқа тапсырыс берген екем. Соның ең соңғысын көрсеткім келіп тұр сізге. Міне. Қазір қайтадан көрсетейін. Міне оң жақтағы міне қызылмен жазылып тұрған деталер дегенді басамыз. Сол кезде міне менің жіберген товарым 20 май күні тапсырыс берген товарым міне уже каргоға жеткізіліп Алматы қаласына жеткізілді. Оны мен қалай біліп отырмын? Теслимат детай дегенді басамыз. Өйткені теслим етілді деп жазылып тұр менде. Міне мына жерде менде каргоның номері шығып тұр. Міне трек номер. Оны қызылбен жазылған. Өйткені міне жасылмен оң жақта міне теслим етілді деп жазылып тұр. Яғни каргодан бізге қарай жіберілді деген сөз. Оны нақтылау үшін мен мына жердегі қызыл трек номерді үстінен басып тұрып копировать етем. Үстен басып тұрсаңыз, міне, копи дегенді басамыз. Және де осымен енді біз Easy Express'ке кіреміз. Интернет арқылы кірсеңіз болады. Мен жерде сообщение арқылы кіре салсам болады. Міне, маған соңғы сообщениеден көруіме болады. Easy Express'ке кірдік. Енді осыған жаңағы копировать еткен трек номерді салып біздің немізді көруімізге болады. Қай жерде келе жатыр, не себепті кешігіп жатыр. Міне үлкейтсек, экранды қолымызбен үлкейтсек, міне мына жерде нақтылап бізде жазылып тұр. Проверяется деген бізде жоқ. Складта тұрған 2 затым бар екен менің. Складқа келмей тұрған 2 затым бар екен. Складта затым жоқ. Оның барлығы менде міне отправлено деп тұр. Міне прибыло в Алматы дейді. Яғни Алматы қаласының каргосына келіп тұр, складқа келіп тұр. Бірақ ол жақтан бері қарай маған шықпай тұр деген сөз. Егер де ол маған қарай, менің қалама қарай жіберілсе, онда маған отправлено из Алматы деу керек. Ол үшін мен деген заттың салмағын өлшеп, соның ақшасын төлеу керекпін. Доставкасын төлеу керекпін. Сол кезде маған Алматыдан бері қарай өзіме қарай жіберіледі. Алмаған әлі ненің салмағын айтқан жоқ. Сол себепті маған әлі жіберілген жоқ. Мен енді күтіп отырмын, хабар күтіп отырмын. Міне отменена ештеме жоқ. Менде задержка ештеме жоқ. Міне сосын міне айта кететін жат ең астында мына жерде салмақ көрсетіп тұр. Міне 4 кг 730 грамм общий килограмм менде осындай барлық заттың салмағы шығып тұр. Осы уақытқа шейін міне 7 посылкамның салмағы шығып тұр. Ертең складқа келетін мына 2 зат келгеннен кейін мына килограмм тағы да өзгереді. Мен ойлап отырмын, бұл менің алғашқы заказдарым. Сол себепті мына 7 посылкаға 2 посылканы қосып барлығын жіберу үшін мені бұл заказдарым күтіп тұр деп ойлап тұрмын. Өйткені менде 7 посылкам дайын тұр, бірақ маған жібермей жатыр, хабарлама жібермей жатыр. Мына 2 складқа 2 посылкам келгеннен кейін барлығын бірге жібереді деген ойдамын. Себебі Алматы қаласына менің заказым келгеніне 4 күн болды, әлі хабар ала алмай жатырмын каргодан. Ол үшін уайымдамаңыздар, хабар күтіңіздер. Және де жаңағы трек номерді осылайынан жазып не қылуымызға да болады, тексеруімізге де болады. Ол үшін мои посылкаға кіреміз. Мои посылки. Добавить посылку деп
бассақ, міне мына жерде сол жақта ша емес, біз 4 сан таңдаймыз. Имя заказы өзіңіз мысалға кез келген заказ жазуыңызға болады. 8-ші заказ деп жазсам болады. Имя заказа трендиол деп жазсам да болады. Английскиймен жазайын. Трендиол деп жаздым. Трек номер, жаңағы копировать еткен трек номерімізді жазамыз. Және де служба доставки DHL-ді таңдаймыз. Не указано. Енді название товара 8-ші заказ деп жазайын. Мен нақтылаған жоқпын. Соңғы заказым менің жаңа щетка болды, я? Щетка деп жазайын, зубная щетка. Зубная щетка. Өзіңіз количество екеу, менде стоимості қазір көріп жүрейін, қанша стоимость болған. Ол менде 24,90. 24,90. 24,90 долларды лираға ауыстырамыз. Сохранитті басамыз. Міне енді бізде енгізілді. Біздің затымызды көрейік міне. Турцияда әлі тұр. Алматыға келген жоқ. Міне. Склад Турцияда тұр. Бұны біз атын мына жерден редактировать етіп өзгертуімізге болады. Осылай біз көріп отыруымызға болады. Енді осы енгізгенімізді қалай көреміз? Мои посылкаға кіреміз. Жоғарыда, міне, жоғарыда көкпен мои посылки кіреміз. Енгізіп қойсаңыз бір жақсы жер осы жерден көруіңізге болады. Міне. Міне жаңағымыз міне шығып тұр. Мына щеткамыз складтың Турцияның складында тұр деп бізде шығып тұр. Осылайынан тексеруімізге болады. Немесе мына жерде добавить посылку деп осы жерден де жазып не қылсаңыз, басқа да заказдарыңызды осылай тексеріп енгізіп қойсаңыз, сол жерден бірден жаңағы енгізіп қойған посылкаңыз бірден шығып тұрады. Міне мои посылки ішінде бірден шығып тұрады. Міне трек номеріміз, трендиол заказның несі, номер заказа барлығы бізде көрініп тұрады. Мына жерде егерде Алматыға келсе, склад Алматы деп шығып тұрады. Енді хабар күтіңіздер, сабыр сақтап хабар күтіңіздер. Құдай қаласа заттарыңызды қолдарыңызға